Баршаларыңызға қайырлы күн. 3-2-1 әдісі бойынша рефлексия парағын жасаймыз. Алдымен оқушының аты жөні, сыныбы, одан кейін сабақтан үйренген 3 мәлімет. Сабақ бойынша үйренген 3 мәліметтің астындағы бірінші тұрған 3 бағанға жазады. Екінші, сабақта ұнаған 2 мәлімет. Ол жерге сабақта ұнаған 2 мәліметті астындағы 2 бағанға жазатын болады. Келесі, сабақ бойынша туындаған бір сұрақ қоятын болады. Оқушылар осы 3 сұрақ бойынша өздерінің кері байланыстарын беретін болады. Рефлексия парағын жасап, сақтап аламыз. Ол галереяда түсетін болады. Галереяда сақталғаннан кейін бұл форматы А4 форматында сақталады. Енді оны оқушыларға беретін кезде үлкен болып қағаз көп кетпес үшін А5 форматына ауыстырып алуымыз қажет. Ол үшін галереяға кіріп, сақтап алған рефлексия парағын қойып аламыз. А5 форматында қойып, қайтып парақшаны сақтап алғанбыз. Сол кезде оқушыларға 2 данадан шығарып беруге болады. Рефлексия парағын алу үшін арнама тіркеліп, WhatsApp номеріме 321 рефлексия әдісі деп жазыңыз. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге алғыс айтамын. Арнама тіркеліп, әріптестеріңізбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.